Ал Әзімхан, жаңағы түсірілімге өзің мына қызмет бабына байланысты кешігіп келе алмай қалдың. Енді ештен кеш жақсы деп, осы тақырыбымыз адайлардың Маңғыстауға келуі, Маңғыстауға қара ойына құлауы туралы болды. Енді өлкетанушылар басқа пікірді айтты, ал тарихқа жанаспай қалған кезде халық жады, мына фольклорға сүйену керек деген. Енді бізге Қашаған ақынның осы Атамекен термесінен бізге бір үзінді орындап берсең. Адай деген ел едік, абайсыз өскен алшаңым, тәксіз өскен тарпаңым. Есерім ердей қасарып, жарантып сұлу ат мінген, ебейдей төсі салынған, егеудей тісі жанылған. Шеңбердей белі бүгілгені, еңіреудей көзі үңілген, қоғадай жалын таратып, шортандай бауырын жаратып, жорықпен тойда ойы жасанып, әзіреттің ойынан, қаншама айлар көшкенмен, қашқан ел олжа дескенмен, талауға тағы күн алмай, мал жанын қиыбай бер алмай, Атырау жайлабай жем көшіп, атан мен нарынай теңдесіп, арғымақтарынай жемдесіп, үстіртке қарай беттеген, Маңғыстауға жетпеген, ол күндерде біздің ел бір жерде мекен етпеген, жатса да тұрса малының айдай, қонысы естен кетпеген. Маңғыстауды жайлаған жұрт орнына қарасақ, талай ел болған жер екен. Қаразымның бектері шашырап бізге шеткерем, ай қазақ деген қашқын келді деп, тілекті Алла берді деп, ауылды тонап малдалып, көңменен құлғып жандалып, тұтқындарды қорлап кесектеп, қазақтың көрсе жабысын қуалады ғой есектеп. Бұл хабарды есітіп біздің ерлер түйін күйінді, жаталмады үйінде сауыттарын киінді. Ат шаптырып жиылды Ақпан деген айтулы қарт батырдың үйінде, ететін болды ғой түйіндің. Жиналыстың ішінде ерлерде бар қайратты, Қытайға шапқан кешегім, аждақадай айбатты, садақтың оғын қайратқан, жауын талай жайратқан, сонда Ақпан батыр айтыптың, оң сапар бергей құдайын. Мен далладан сұрайын, осы топтың ішінде, дабылы күшті ғой бегілері бар, қайраты асқан ерлері бар, мейманасы тасқан дұшпанды, жертіс кеткен шерлері бар. Қаразымның бектері, босқын ел деп шеткерің, әйелімді ғой күн құдабай, жас баламды ғой жылатты, қылышын бізге ғой сынапты. Бұған қайтып шыдайын, жолымды қылғай құдайым, айдай. Ақпан деген қарт батыр, ер басына қосатты, жетелетіп жүргіздің, жауға мінер босатты. Қабырғадан саз болсам, жапалақ жауған қар болсам, айшылық жолға айдасаң, бұйдасын іркіп мойымас. Азықтарын айшылық, өңкейін арға қосарты, жетектегі аттар жарады, шекесінен қарадың, киікпен қашқан құланды, соғып талып барады.
500 әскер ауыр қолы, бастығы Ақпанай батыр солы, көпті көрген көнегем, қараңғы тұманай түнде де, сапары шегіп ай жол жүрсең ей, табылады екен ай сара жолай, бірнеше күндер ай өтеді. Қара түйе қой Маната деген жерге қой жетеді. Маңғыстауда сол күнде қалың нулық жер екен, қара шағыр шадас құдық, ордың бойы қой ел екен. Ерлері барлауай салады, жарықта байқабай алады. Қалың елді қой еңселеп таң алдында барады. Желбіретіп ай тубайлап, ерлерім тұрды ғой ат сайлап, құлақты сүрен ай шалады. Атты бір қой жарады, мұңлық болған көп тұтқын, елінің көріп ай ерлерін, қуанып естен ай танады. Бақыр ауғай бектердің ей, салтанатын ай тәрк қылып, ол жаға елді қой қарқ қылып, шалғы үйрығын ай дөбірлетіп, ерлерім айдап барады. Ей, сәске мезгілі болғандан, анық түске толғандан, 2-3 жерден тубайлап ай, жекпе жектеп ай айғайлап, 1000 жарым кісі ғой ауыр қолы, артынан қубай жетеді. Екі жақта айқасып, ұрыстың болды ғой ұлысы. Ей, қатар тұрысып, саржаның тартты ғой кіресін. Екі жақтан да ғой ер өлді, аз өлмеді ғой мол өлді. Ей, күннің көзі ғой тұлданып, ей, батысы мен ай шығысы. Басылып ұрысай көнерді, бөріктер ұшты ғой торсылдап, біреулер қалды ғой қорсылдап. Ей, жағалай жатқан ай қарағыз, шоқысында ғой қарағыз, жағалай жатқан ай көп обам, солардан қалған ай жереді. Жылдардан жылдар ай өткендің ей, Маңғыстаудай қонысқан адайды бастап келеді. Сұрасаңыз ай бозбалам, бұл ақиқат ай сөз ғанам, шежіренің ай сүрлеуін, кәрілерден естіп ай білгенін, осылайша әр жердің ей, қашаған айтып ай бередің. Айдай ей, айдай ей, айдай ей, айдай ей. Адайлардың Маңғыстауға келуіне байланысты тақырыбымыз осымен тәмам. Келесіде жүздескенше күн жақсы.